Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ағаш отырғызамыз. Сабақтың мақсаты. Тақырыпқа қатысты сөйлемдерді оқиық. Ағашқа су құямын. Ағашқа су құясың. Ағашқа су құяды. Ағашқа су құямыз. Балалар, назар аударайық. Мен құямын. Сен құясың. Ол құяды. Бала құяды. Біз құямыз. Көпше түрі. Күрекпен қазады. Күрекпен қазады. Ағашты ұстап тұрады. Ағашты ұстап тұрады. Сөйлемдерді оқиық. Прочитаем предложение. Күрек қазады, ұстайды. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Күрек қазады, ұстайды. Бала ұстайды. Жақсы. Тыңда, қайтала оқы. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст, ответ на вопросы. Біздің отбасымыз үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Атам мен әкем күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Мен ағашқа су құямын. Енді сұрақтарға жауап берейік. Отбасы қандай? Қандай? Отбасымыз үлкен. Екінші сауал. Атасы мен әкесі не істейді? Атам мен әкем күрекпен қазады. Дұрыс. Ағашты кімдер ұстап тұрады? Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Жарайсыңдар, балалар. Прочитаем текст, отвечаем на вопросы. Айтылым тапсырмасы. Сен не істейсің деген сұраққа жауап бер. Ответ на вопросы. Мен ағашқа, гүлге су құямын. Жазылым тапсырмасына кезек берейік. 3-ші тапсырма. Сәйкестендіріп, сөйлем құра. Яғни сөздерді сәйкестендіріп, сөйлем құраймыз. Мысалы, менің отбасым үлкен. Менің отбасым үлкен. Келесі сөйлем қалай болады? Кәне, жақсылап ойланайық. Есте сақта. Біз ағаш отырғызамыз. Мен ағашқа су құямын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.